Анашым, маған қатты ұнады, дәмді екен. Маған да ұнады, күшті, дәмді екен. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен көпшілікке ұнаған, соның ішінде балаларға қатты ұнайтын шоколадты клубника дайындаймыз. Бізге ақ қара түсті шоколад, бір корзинка құлпынай, жаңғақ ұнтағы, кокос ұнтағы, қызыл түсті посыпка, капсула қағазы және кондитерлік қапшық қажет болады. Ең алдымен клубникамызға бір зубочисткамызды салып дайындап аламыз. Себебі шоколадқа батырғанға ыңғайлы болу үшін. Мен клубникаларды жуған жоқпын. Осылай суға бір батырып, құрғақ салфеткамен сыртын тазартып алдым. Себебі жуғанда олар бозылып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай тазартып алдым. Енді клубникамызды осылай шоколадқа айналдыра батырып аламыз. Шоколадымыз жылдам кеуіп қатып қалады. Сол үшін шоколадқа батыра сала осылай ұнтағымызды, посыпкаларымызды сеуіп дайындап аламыз. Сіздер де өздеріңізге ұнаған түрде, кез келген ұнтақтармен, кез келген посыпкалардың түрлерімен әрлеп сәндеп алсаңыздар болады. Мен осылай қағазға, коробкаға дайындайтын болғандықтан бір бетіне ғана сеуіп дайындадым. Егер букет дайындайтын болсаңыздар, толық айналдырып себу қажет болады. Міне осылай жылдам дайын болады. Шоколадқа батырған соң, оны ешқандай холодильникке салудың қажеті жоқ. Осылай шоколадтан шыға сала ұнтақтарымды сеуіп, қолымда кішкене ғана ұстап тұрдым. Сосын жылдам осылай капсула қағазымызға салып алдым. Осылай өте әдемі клубникаларымыз шықты. Қара түсті шоколадымызға осындай қызыл түсті посыпкаларымызды сеуіп алдым. Өте әдемі көрінеді. Енді ақ шоколадымызды да ертіп дайындап аламыз. Міне осылай ақ шоколадқа да батырып дайындап алатын боламыз. Ақ түсті шоколадымызға басқа кез келген красканың түстерін қосып, басқа түстерді де дайындауға болады. Міне осылай ақ шоколадты арнайы қапшыққа құйып, клубникалардың беттерін осылай әрлеп шықтым. Сіздер де өздеріңізге қалаған түрде әрлеп, түрлі өрнектер салуға болады. Міне менде осындай өте әдемі құлпынайларым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.